Мен Тұрар Айғанмын. Мен 2 сыныбында оқимын. Мен жазғы демалыста мен кішкентай маймылды оқыдым. Аз сіздерге айтып берем. Кішкентай маймыл бұталардың арасында манго топ қылдырып ойнап жүреді. Ол оның аспанға лақтырып жіберген қатан қағып алған шіріп манго 2-ге қақ бөлініп етеді. Ішінен шырын төгіп қалады. Қап дейді, ол дереу қол саусағын жалап, мен онда басқасымен ойнайын дейді. Ағаштардан қағып алған мангосын жұлып алып ойнап бастайды. Кенет домалақ қызыл тобы бұталардың домалап барып, қодастардың жерді тұяғымен табылып жатады. Жатқан жерінен томп етіп түсіп кетеді. Сосын аспанға ұшып барып ғайып болды. Кішкентай маймыл пірмен дос болады. Сосын су сиырмен дос болады. Сосын балапандармен дос болады. Сосын жыланмен, мүйіз тұмсықпен дос болады. Сосын ол жылан патшасы жолбарыс арыстанмен дос болады. Сонымен ертегі бітті.